кубизмді ашқан Пикассо, сюрреализмді ашқан Сальвадор Дали қандай атақ даңққа ие болса, не үшін дейміз ғой? Өйткені ешкімнің миына кірмейтін жаңа бір құбылыс дүниені ашып беріп отыр ғой. Міне, дәл сондай әлемдік бейнелеу өнері тарихының бір пұшпағы болып саналатын қазақ бейнелеу тарихында тұңғыш рет осындай өзіндік жанрды ашқан, тобаизм деген жанрды ашқан Тоққожа Қожағұлұлы. Бүгінгі менің киномның кейіпкері. Ал мен бұл жігітті 25 жыл бұрын жұмыстарын көріп, өзім іздеп барып, танысып, оператор Мұстапа екеуміз алғашқы съемкілерін жасаған болатын. Тоққожаны Тоққожай жасаған, оның қазақи, философиялық көзқарастың мәйегі деп аталатын бізде бір түйсік бар ғой. Міне соны бейнелеу өнерінде, живопись, кескіндеме жанрында соны қазақилық дүниемен, философиямен ұштастырып беруінде болып тұр ғой. Енді оның осыншама жаңалық ашқан болмысын насихатталуы және оны жан-жағында жүргендердің оған пейілділігі соған байланысты болады бұдан кейінгі тағдыры. Әйтпесе, біз білеміз ғой, Шыңғыс Айтматовтың мәңгүрттің негізін ашқан Әбіш Кекілбаев болатын. Өкінішке орай Әбіш Кекілбаев тек қазақ кеңістігінде қалып та қойды. Ал енді Шыңғыс енді орыс тілі арқылы, орыс әдебиеті арқылы әлемге тарап кетті. Сол сияқты мен енді кейіпкеріме бір-ақ нәрсені тілеймін. Осыншама дүниесін ашқан өзін жаңағы көз түрісінде өз қызығын көрсін деп, міне сол үшін осы киноны жасап отырмын, сіздерге ұсынып отырмын. Халила, өзің білесің ғой, мен мынау қасиетті, мынау ескизін жасап жатқан хан тәңірінің етегінде дүниеге келгем. Осының етегінде дүниесіне белгілі азаматта туған. Ал соның бірегейі поэзияның хан тәңірі Мұқағали Мақатаев. Біз Бердібек Соқпақбаевтың кітаптарын, менің атым Қожасын, қош бол гауһар, өлгендер қайтып келмейді. Біздің төсегіміздің басында жататын, қайта-қайта оқитынымыз Бердібектікін. 1991 жылы Мұқағали Мақатаевтың 60 жылдық тойында көрдім. Сөз беріп жатыр бәріне. Бірақ Бердібек ағамызға сөз бермеді. Бір уақытта оқыса ашуланып маған сөз беріңдер деп шықты да айтты. Әй, Мұқағали жөнінде сөйлейтін адам болса мен едім ғой. Мұқағали тірі кезінде осындай құрметті сол кезде неге жасамадыңдар? Ол басқа да көп дүниелер жасар еді ғой. Бүгінгі жасап жатқан дүниенің оған қай жетпеді. О Мұқа, бүгін мен саған келіп тұрмын. Бұл өмірде екеміз бір-бірімізді көрмесек де, сенің поэзияң арқылы мен өміріме қуаныш, жүрегіме жылу таптым. Сүйгісі келе берер сүйгенерін, сүй жаным, сүйкімді бір күйгенемін. Жүрегіміз жақындан бірге соқсын, ағытшы пешпетіңнің түймелерін. Сүй жаным,
сүйе берген кім біледі. Бір күні еске аларсың түнде мені, жарқ етіп өте шыққан найзағайдай, жастықтың талықсыған бір күн еді. Хоп, бисмилля. Бисмилля деп айтып тұр, естіліп тұрады бәрі. Оба. Кім-кіммен өзің? Екеуін да кіріс, екеуін. Бильярд деген ойын ғой, бірақ бәрі бір мақсатқа жету, бір шарды кіргізу, сөйтіп жеңу. Біздің суретте де солай емес па? Енді кіреді енді. Бұл тоқаң жеміс ағашы. Рахмет саған бір Алла. Ағаштан түсті қарашы. Қызарып піскен бір алма. Личность художника Токожа Мухажановича Кожаголова, она многогранна. Как всякий подлинный художник, он пытается не только осмыслить действительность, приложить свои усилия в процесс развития искусства нашей страны, но является еще и во многих моментах, можно сказать, пионером, как в творчестве, так и в общественной, профессиональной деятельности, педагогической работе. Вот передо мной значительное количество книг, изданий, монографий. Многие из них посвящены творчеству художника Кожаголова. Это жанр портрета, который, как мы знаем, зародился в европейскую эпоху Возрождения, Ренессанса и продолжалось вплоть до 20 века. Но, как мы знаем также, что к концу 20 века, особенно в 21 веке, этот жанр угасает, традиции его начинают теряться. И вот в своем творчестве Кожаголов возрождает и как бы продолжает традиции этого очень значительного жанра в изобразительном искусстве в мировой культуре. К вашему вниманию эмблема вуза КазНПУ имени Абая. Все свои студенческие годы и последующие годы своей жизни учился и работает в этом замечательном вузе Токожа Кожаголов. К вашему вниманию предоставляется одно из самых ярких и выдающихся полотен художника – композиция «Я». У казахов присутствовал тотемизм, поклонение животным, лошади, барану, верблюду и особенно кокбуре, волку. Это самое святое животное. Волк был настоящим тотемом, ему поклонялись. Этот образ был широко распространен среди кочевых народов Средней Азии, доминировавший в мировоззрении тюрков. Духовное совершенствование темы тотемов исходит от сердца художника, ведь он подпитывает кистью образы тотемов светлыми энергиями и мыслями. Какую цель преследует художник? Конечно же, сохранение национальных культурных ценностей,
внедрение тюркского духа в сознание современника. Бұл жұмыс өте терең философиялық жұмыстың бірі. Олай дейтін себебіміз, мен дегеннің өзі де жалпы автопортрет дегеніміз не? Автопортрет дегеніміз өзіне өзі үңілу. Мен кіммін деген сұраққа жауап беру. Ал мен кіммін деген сұрақ бұл экзистенциялық, философиялық, бұл мәңгі қойылып келе жатқан, адамзат пайда болғаннан бері қойылып келе жатқан сондай сұрақтардың бірі. Сол сұрақты қою арқылы ол өзінің жаңағы көркем туындысында былай шешкен. Мысалға, оның артқы аясына қарайтын болсақ, біз бүткіл әлемді көреміз. Тек қана қазақ әлем емес, бұл жердегі әмбебап, бұл мен деген бір мына тіршіліктегі адамзаттағы, мына дүниедегі мен сияқты. Мен кіммін? Серия автопортретов Кожеголова занимает такое значительное место в его творчестве. Именно поэтому, на мой взгляд, автопортреты в истории мирового искусства стали такие великие художники, как Альбрехт Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ван Гог и многие другие. При этом надо сказать, что автопортреты каждый раз они по-новому отражают состояние художника, его приметы времени. Есть портрет, где он пишет в одной композиции, сочетает гармонично свой подростковый возраст, возраст юности, студенческие годы и, собственно, уже как зрелого художника. По-моему, это такое новаторский ход в его творчестве. Суретші Тоққожа Қожағұловтың өмір белестері атты туындысы 1999 жылы жазылған. Бұл туындыда суретші 3 образ бейнеленген. Онда суретшінің балалық, жастық, күш қуаты толысқан кездері 3 түрлі композициялық құрылымда бейнеленген. Суретші 3 мүшел жастағы образдарды ала отырып, мамандығын көрсетуде өте ұтымды композициялық шешімді таба білген. Мүшел жас қазақ халқында әдет ғұрыпқа ие. 12 жыл уақыт мүшел деп аталады. Портрет, оның ішінде автопортрет жанрын бұған дейінде әлемдік деңгейде салған, яғни 3 бейнені кенеп бетінде салған суретшілер бар. Олардың бірі венециандық кескіндемеші Лоренцо Лотто және армян суретшісі Мартирис Сарянның 3 жаста деп аталатын осындай туындылары бар. Ақ түспен бейнелегенін ол өмірге жаңағы жақсы көзқараспен қарауы. Ақ түстің ол тазалықтың нышаны екенін білеміз, сондықтан өмірі әлі алда деген сияқты. Түрлі бояулардың енді ғана басталатынын суретші астарлы түрде осындай ақ түспен жеткізе білген. Сұлу табиғат, биік таулар, көк майса дала, соның бәрі менің балалық ойымды, сол балалық жан дүниемді бір нәзіктікке, сол бір суреттікке, сондай бір сезімге шақырды ғой деймін. Сол кездің өзінде таудың етегінде біз өзіміз бала кезім өтті. Сол кезде жүрген кезде сол тауларды қарап тұрып, ойбай осы суреттер салсам деген арман, жаңағы отырып қара жер топырақты былай тазалап жіберіп барып, сол ғана тауларды қарайсақ, мына таудың суреті, мына тау, мынау жерде мынау біздің үй деген сияқты суреттер салып жүрдік. Тағы бір жақсы суретке салатын бір тастар болады, жұмсақ тастар. Сонда мынандай таудың бір керегелері жартас болып келеді. Сол жартастарға суреттер салып жүрдік. Сонан кейін жақсы маған өте қатты әсер бергені мына классик жазушы Бердібек Соқпақбаев. Осылардың әңгімесін оқып отырып, жаңағы баланың қиялының өсуі қалай болсам деген сол талпыныс менде де қайталана бастады. Ойпырмай шіркін-ай, тезірек Алматыға барсам, оқысам, білсем, мен де суретші болсам. Ал енді дастарханға бір бата жасап жүрейік. Ағудайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Балдарымызды басты қылсын, жандарымызды жақсы қылсын. Ырысты иманды қылып, бақ қарап қылдарсын. Қай жерде жүрсек те аманшылық болсын,
дастарханымыз мол байлыққа кенеліп, бала шағамыздың денсаулығы мықты болып, жұмыста басқа істеп жатқан жерде табыстарға жете берсін. Аллаху акбар. Оның әке деген жұмысы бар. Бұл жұмыста суретші әкесінің отырған қалпында қою қызғылт түсті шапан киінген және сол түстес бас киім киінген образды шешкен. Бұл жерде сонымен бірге ол қолына ұстаған таяғының өзі күміспен және тастармен зерленген. Бұның өзі ол әкесінің ұрпағының бір әулет ұрпағының атасы екен және ол ұрпақтың жалғасы бар екенін айқын сезуімізге болады. Еще в студенческие годы, в начале 80-х годов, буквально со 2-го курса, он начинает участвовать на выставках. Надо сказать, что по тем временам взрослые, состоявшиеся художники, мягко говоря, не приветствовали участие студентов своими работами на художественных выставках. И вот здесь, почему я сказал пионером, он бы как бы прорывает эту традицию, прерывает, участвует на республиканских, всесоюзных выставках, международных. Его работы отмечены были широкой аудиторией специалистами на всесоюзной выставке в Москве. Когда он выставил свои работы «Портрет отца», работа 3-го курса, и особенно портрет матери, работа 2-го курса. И вот надо сказать, что тогда Всесоюзная дирекция художественных выставок Министерства культуры СССР приобретает свою коллекцию его работу «Портрет моей мамы». Айта кететін бір жұмысы бұл анасының портреті. Егер де біз анасының портретіне қарайтын болсақ, бұнда бір сондай бір нәзік махаббат сезіммен жазылған жұмыстарының бірі. Бұнда кішкентай ғана жаңағы қазақтың әжесі басына гүлді ақ орамал таққан, аздап қана ағарған астынан шаштары көрінген, сонымен бірге бүткіл өмірінің жол іспеттес, бүткіл бетіне түскен әжімдерді айқын көрсетуі. Бұл әрине суретшінің мынау анасына деген үлкен бір махаббаты, сонымен бірге осы өзінің санасында, қиялында ана образын айқын өзінде сақтап қалғысы келгендей. Сондықтан да әрбір детальға көп көңіл бөледі. Анамның суретін содан кейін мен бүкіл одақты көрмеге қойдым. Осы көрмеге қойғанда бұл сурет жақсы бағаланды. Сол кезде газетке жарылды. Реалистік сурет салғандағы үлкен жетістіктері бар деп. Кейіннен Қазақстанның халық суретші Сахи Романов, ол кезде ол кісілердің жанына біз жолай алмаймыз ғой. Кейіннен осы білісіп не қылған кезде көріп кейін әңгіме айтқанда, ай сол бала сен сол кездегі суретің ақ мықты болды. Мен сонда ойлағам сенің атың шығатын. Өткен сен керемет дүние жасадың деді. Содан кейін бүкіл одақтық Москвада көрмеге барды. Көрмеде осы жұмыста көркемсурет дирекциясы сатып алды. Осы сатып алғаннан кейін осы жұмыс мені қанаттандырды, жолымды ашты деуге болады. Енді бері қарта жүріп өтіңіздер. Мынау Жамбыл ат үстінде тұрған еңбек, бұл өзіміздің қазақстандық мүсінші Хакімжан Наурызбаевтың еңбегі. Бұл енді 1969 жылы бастаған екен ол кісі бұл еңбегін. Содан 1971 жылы Жамбыл атамыздың 125 жылдық мерейтойына сыйға тартқан. Жамбыл Жабаевты салсам ба деген ой келіп жүрді. Сонан кейін Жамбыл атамыздың суретін салған кезде тағы да мен түс көрдім. Түсімде жұмыстан бері шығып келе жатсам, мына Панфилов паркінің ортасындағы шіркеудің алдында машина қанатын жайған, үстінде бір топ адамдар тұр. Ортасында Жамбыл Жабаев,
Оражан дос бәрі тұр. Бір жақындағанда келгенде Жамбыл атам айтады, «Ей, Тоққожа бері кел» дейді. Бері келеді де қолынан тартып машинаның үстіне шығарады. Елдің бәрі бұл кім? Бұл Тоққожа ғой дейді. Мен Жамбылдың бетіне өңіліп қарап тұрып жатырмын. О, Жамбыл атам мына қандай кісі екен ғой деп. Сол түс әлемінен келгеннен кейін бірінші мен Жамбылдың портретін жасап шықтым. Ал осыдан кейін ел арасында айтылып жүрген кезде, ол кезде Егемен Қазақстанда Шерхан Мұртазаның «Жырдың қызыл жолбарысы» деген әңгіме шықты. Міне осыларды оқып шыққаннан кейін, яғни әдебиетте бар дүниені мен бейнелеу өнеріне кіргізгім келді. Қалай кіргізуге болады? Жыралығы, Жамбылды қалай көрсетуге болады дегенде, бұны кішкене сюрреализм, абстрактты түсірге келтіріп жасадым. Яғни қазіргі менің тілмен айтқанша тобайизм. Жамбыл тура ортада, бір шетіне қарайтын болсаңыз қызыл жүпірек қыстырылып тұр, бірақ киіз үй ашылған. Ашылғаннан кейін уықтар жоғарылап кеткен. Яғни ол Жамбыл Жабаевтың ақын айтыс өнерінің бірден бір соңғы қалған тұяғы екенін соны көрсету керек болды да. Ал енді жолбарысты аспаннан түсіруіме себеп болғаны, ол жерде жанында еріп жүрген дүние емес қой. Оның ол пірі. Сондықтан оны бұлттардың арасынан әкеп жерге түсірдім. Музейіміздің құнды экспонаттарының бірі мына алдарыңызда тұрған Тоққожа Қожағұлұлының Жамбыл атамызбен киелі қызыл жолбарысының салынған бейнесі. Бұл картинаны автордың өзі 1996 жылы біздің музейге сыйға тартқан. Содан бері қарата міне музейіміздің құнды экспонаттарының бірі болып тұр. Енді автордың өзі алдарыңызда. Бұл кісі осы бір еңбегімен ғана шектеліп қойған жоқ, сонымен қатар тура бүгінгі күні екінші еңбегін біздің музейге сыйлап тұр. Өте тамаша, мен осы жерде бір шумақ әзі ойыма түсіп тұр. Құдайым, мына маған шабыт бердің, Тоққожа музейге сені алып келдім. Үмбеталының бір портретін әрең сап едің, Жамбылдың 2 портретін салып бердің, енді маған тағы бір Үмбеталы салып бердің деген. Но благодаря творчеству Тоққожи Қожағұлова мы имеем возможность изучить свои корни, знать свои традиции. В представленном полотне, посвященном Джамбулу Джабаева, без малого прожившим почти 100-летнюю жизнь, он умел слышать и чувствовать астральный мир. Это удивительное свойство. Практически он общался со своим тотемным животным. Оно приходило к нему в сновидениях. В назначенный час, когда, казалось бы, весь народ планировал праздновать его столетие, оставалось несколько месяцев. И в это время, общаясь с тотемным животным, он видит, как тигр ушел от него, не прощаясь, не оглядываясь, как обычно. И тогда Джамбул Джабаев понимает, что час его настал. Всем родным и близким он говорит готовиться. И тогда, действительно, в этот день Джамбула Джабаева не стало. Настолько была связь, такая удивительная связь с тотемным животным. Не всем людям дано это чувствовать, но у всех людей есть тотемные животные. И у всех есть свои покровители. Но общение тех героев на полотнах Тоққожи Қожағұлова со своими тотемными животными — это практически удивительный мир повествования. Мына студенттер қысқа каникулға кеткен кезде Мұқағалидың осы кейін кезде көп пайдаланып жүрген портретін жазып шықтым. Ол портретті жазуыма себеп болып, осы Мұқағалиді жазсам ба деген кезде бір түс көрдім. Түс көрген кезде сол Қарасаздың жанындағы Қожбанбет, Чалкөде деп атып жатқан ауылда Мұқағали Мақатаев екеуміз кездестік. Столдың арғы басында ол кісі отыр, бер жағында мен отырмын. Соңғы мен айтам, Мұқағали аға, мен сіздің суретіңізді осы салайын деп едім, деп айтып жатырмын ғой. Сөйтсем ол кісі столдың ар жағында столды бітеп, ұрғылап отырып, дамылда жаным, дамылда, бақытты бір осы шағыңда дейді.
Сонан кейін мені екеуміз бірге сыртқа шығамыз. Сыртқа шыққан кезде анау газ 53 деген машина бар. Сол келіп тұрғанда Мұқан айтады: мен мынаумен кете берейін. Сен мына суреттіңді, салған суретіңді Қарасызға апарып бере бер. Мен артынан барып көрем дейді. Міне осы түссіз оянып келсем түсім. Міне осы аз күннің ішінде, 3 күннің ішінде мен Мұқағалидың портретін жасап шықтым. Сол сартығаннан кейін Мұқағанды көрген кісілерге, мен өзім көрмегеннен кейін Мұқағанды көрген сол кездегі жазушылар бар, ақындарға көрсеттім. Бәрі бір ауыздан ой, мынау жақсы жасадың деді. Ең дұрыс бағасын бергеннің бірі Мұқаңның жары Лашын жеңгеміз болды. Сол кісі айтты: сен Мұқаңды көріп пе едің деді. Жоқ, ол кісі дүниеден озғанда мен 7-ші сыныпта оқып жүрдім деді. Сонда айтады: осы уақытқа шейін талпынға Мұқағали салам деген көп суретшілер болды дейді. Бірде-бір Мұқағалиді, нағыз Мұқағалиді көрсете алмадың. Ал сен Мұқағалиді тура өзі тірі кезінде, көрген кезінде салыптың. Яғни сенің суретіңде нағыз Мұқағали бар дейді. Міне осы мені суретімнің бағалануына бір себебін тигізген болар. Екінші, ол кісілер сол кездегі телевизияға, басқа жерге барған кезде осы суретті байланды. Кейін айтты: осыны Мұқағали мұражайына бере аласың ба дейді. Ой, берем деп 91 жылы Мұқағали мұражайына сол сурет барып қойылды. Туындыға егерде зер сала қарайтын болсақ, алдымен біз Мұқағали образын көреміз, бұл жерден бейнесін. Бірақ суретші бұны қалай шешеді деп қарайтын болсақ, бұл мынау үстелдің үстіндегі жатқан Мұқағалидың өзінің күнделікті қолданып жүрген мінекей кітаптары, лениншіл жас газеті, телефоны, ақ қағазы, соның үстіндегі жатқан қаламсабын көреміз. Және қазір ғана құйылып кеткендей мынау кішкентай ғана чашканың ішіндегі шайды де көріп отырмыз. Яғни бірінші план осы үстелдің үстінен басталады. Осы үстелдің үстінің өзінде қазақтың ақиық ақыны Мұқағалидың руханилықпен, яғни жазумен айналысқанын көруімізге болады. Сонымен бірге енді келесі планға Мұқағалидың өзінің образына қарайтын болсақ, бұл жерде суретші оны егін сүйеніп отырған қалпында бейнеленген. Суретшінің бүткіл шығармашылығында, портреттер жазуда үлкен мән беретіні бұл көзге. Яғни бұл жерден де біз Мұқағали Мақатаевтың өткір көздерін айқын көріп отырмыз. Суретшінің негізгі мақсаты оның қоршаған ортасынан суырылып шыққан өзінің образын, айқын Мұқағали образын айқын шешуінде. Картинаны талдау барысында айтпай кеткен, бұл әрине мына жердегі тұрған сағат. Бізге сағаттың тілі көрінбейді. Бұл сағаттың тілі Мұқағалиға қараған. Яғни бұның өзі де суретші рәмізді шешімін берген. Бұл жердегі сағат, яғни оның уақытысы Мұқағалидың ғана уақытысы. Мұқағалиға ғана берілген осы дүниедегі уақыт іспеттес. Мұқағали образын соншалықты терең жеткізе алуының өзі туындының құндылығын айқындай түседі және арттыра түсері айқын. Осы Мұқағали маған бір атақтарды алып берді болады. Елдің бәрі мені портретист ретінде, мысалы анам туралы Сақия Романов айтатын болса, енді осы Мұқағали мен Абайды салғаннан кейін Сабыр Мәмбиев біздің сурет өнеріне, біздің қазақ халқының тұлғаларын жасаған портретші келді деп. Мені Қазақстан суретшілер одағына мен анам салғанда СССР жас суретшілер мүшелігіне қабылдаған Москвада. Мынадан кейін мені Қазақстан суретшілер одағының мүшелігіне қабылдады. Мұзда тұрған суреттерге қарасаңыз, бұның көпшілігі акварель техникасында жасалған. Енді акварель техникасы деген бұл бір өзі графикаға да жататын, өзі кескіндемеге де жататын техниканың түрі ғой. Бірақ бұл да бір өте бір шеберлікті, бұл өте бір ұқыптылықты талап ететін техника. Себебі акварель бір рет жаққаннан кейін оны өшіріп тастау, не болмаса оны басқаша өзгерту өте қиын. Міне сондықтан да қарап отырсаңыздар, Тоққожаның осы акварельдік портреттерінің негізінде өте бір нақтылық,
сүрінгөй мынау әрбір персонаждың өзінің психологиялық ерекшеліктерін көрсету нәтижесінде өте бір жақсы жетістіктерге жеткенін байқаймыз. Мұқағали ағамыздың бір өлеңінің бір жолында былай деп айтады. Жаңа абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін деп. Бұл енді жаңағы абайдың жолын жалғастыру деген оңай нәрсе емес. Осындай үлкен жауапкершілікті мойнына жүктеп, оны орындалу міндетін тағы жүктеу деген кез келген ақынның қолынан келмейді. Ол үшін үлкен тәуекел, үлкен білім, үлкен талант керек. Осының бәрі Мұқағалидан табылды. Міне басында біз айттық, жаңағы Тоққожаның Мұқағалиды зерттеп оққан. Міне осы оқу абайға қарай бұрды. Негізгі алдыма қойған мақсатым тек қана салғанда қалай 19 ғасырдағы қазақ абай. Сол қазақтың ортасынан шыққан. Ол әлгі жазысқа басқа бір үлкен бейнелер жасау сияқты емес. Мен негізінде алдыма қойған мақсатым сол қазақ абай. Сол қазақ абайдың, сол қазақ абайды сала отырып, соның ойлылығын, оның үлкен ойшылығын, оның үлкен философиясын, сол осы суреттің негізінде көрсеткім келді. Сол іздестіріп жүргенде мысалы мынау сеңсеңші, сол 19 ғасырда келген мынау бөрік, абайдың киген киімдеріне қарастырдым. Сонымен бірге сол тобықтының киген киімдерін, соның әкесі Құнанбайдың киген мына музейде сақталған ақ қалпағын, бұның дәрежесінде іздестіріп қарап көрдім. Бірақ бөліп қараудың өзі болмас. Мынау қыс кезі болатын болса, Абайда көптеген суреттер бар. Абайдың өзін алып қарайтын болса, үлкен суретші адам деп болады. Мысалы бір кішкене ғана суреттеуін айтайық. Қарақпақ, бүркіт қара, түлкі қызыл, ұқсайды қасасыл, шолдыған қарайды. Осындай бір сурет. Енді Абайдың қыс туралы суреттеулері көп. Бірақ енді соның негізін алайын деп отырғанда, мынау Абайды салған кезде, осы бір қыстың көлемінде қыс кезіме мынау қыстық киімде бөрік кигеннен кейін алдыма соны мақсат тұтқаннан кейін соны салып отырмын. Жалпы енді бұл туралы көп айтуға болады, жан-жақты айтуға болады. Бірақ мына суретшінің салайын деген айтар ойым болса, салайын деген мақсатым болса, осы мен суретке салып жатырмын қазір. Ал енді көрермен соны өзі қабылдай біледі ғой деп ойлаймын. Абайдың неше түрлі суреті бар ғой. Мына суретке қарап отырсаңыз, Абайдың өлеңдеріндегі өзінің тебіреністерін көзінен де сөзінен де байқайсыз. Міне жерде Абайдың жаңағы нұрлы көзі, ар жағында ойшыл көзі, тебіренісі сол бет жүзінен байқалып тұр. Оның үстіне жаңағы міне өзі бүкіл далаға жаңағы көкжиек деген болашаққа үмітпенен қарап тұр. Әлгі Мұқағалимен қосып Абайды зерттеді. Абайдың әр сөздің астарындағы Абай өз артына көп өлең қалдырмаған ақын. Бірақ сол бір жолы, екі жолының астарында үлкен қазыналар жатыр. Міне сол қазынаны күні-түн оқи бастады. Сөйтіп барды да ең алдымен өзі Абайдың образына кірді. Өзі Абайға айланды. Абайға айланып, Абайша тебіренді. Қоғамға Абайша қарады, ұлтқа Абайша қарады. Сөйтіп барды да Абайды біраз сезініп барып, сонан кейін Абай осылай тебіренген екен ғой. Халық үшін осылай жаңағы еңбек еткен екен ғой. Осындай қайраткерлік танытқан екен ғой. Соны енді жаңағы кенепке бейнелеуге тырысты. Сөйтті де мына өздеріңіз көріп отырған Абай деген жаңағы аяғы мені тік тұрған, қардың үстінде тұрған, қазақы киім киген міне осы Абайды дүниеге алып келді. Кажагулов проявил свою самобытность. Владея природой живописного мышления, раскрыл в портретируемом самое характерное. Главное
лицо Абая, его глаза, они живые и влажные. Так Кажа вложил в устремленный взгляд арсенал такой интеллектуальной силы, показав в портретируемом широту, размах просветителя, поэта, композитора. Художник показал в этом взгляде человека величественного, мудрого. Масштабность фигуры общественного деятеля, подчеркнутая накинутым на плечи тоном, шубой, в глазах работа мысли, цепкий, глубокий ум. Абайды мысалы салмаған Совет одағында суретші жоқ. Орысы болсын, еврей болсын, қазақ болсын, армян болсын, мүсінші де, майлы бояумен де, кескіндемен де жасады. Ал Тоқожа солардың бәрін жинап қойған өзінде Тоқожаның абайы ерекше. Қазақтың иісі шығып тұрады. Тонында, бет әлпетінде қысқы даланың көрінісі қарапайым. Ерекшілігі. Ол ондайды қолдан бұл ерекше болайын деп жасаған жоқ, не алған жоқ. Бұл табиғаттың өзінің суретшілік берген несі деп ойлаймын өзінің. То есть Алладан бұйырған қасиет, миссиясын орындады деген сөз. Сондай дәрежеге жеткендігі жаңағы Тоққожаны әлі қазақша айтқанда ұлылардың әруағы қолдады деп ойлаймын. Еще один момент, который необходимо отметить. Именно в этом я вижу его связь с народным искусством. Народное искусство наше, особенно орнамент, казалось бы, беспредметное искусство, но и в орнаментах мы видим символику, традиции которого по-новому использует художник Кажагулов. Если в орнаментальном искусстве наш народ, начиная с древнейших времен, с петроглифов, пытался объяснить свою причастность к мирозданию, свою ответственность в этом мире, свое предназначение, смысл жизни, буквально в орнаментальном искусстве, в предметах быта, в ковроделии, в чаеплетении, то вот на новом уровне Кажагулов, также используя символические образы, по-новому дает нам платформу для размышлений, то у Кажагулова гармонично сочетается именно вот это высокое профессиональное мастерство с таким очень глубоким пластом семантики, символики, трактуемых образов. Родоначальнику этого направления, как тойбоизм, то есть включение в контекст, раскрывающий глубже образы портретируемого, как раз это утвердил именно художник Кажагулов. Поучительные явления мира Вселенной помогли раскрыть для художника течение тойбоизм, в котором сюжет тотемов в контексте с казахским явлением тойба и в связи с предками наполнилась символическими смыслами сакральной информации. Өнер болсын, өмір болсын, бәсеке ғой. Бұл таза бәсеке дегеннің өзі күншілдікке жатпайды бұл. Бәсеке деген жарыс болу керек. Парасатты жарыс, мына біздің Тоққожаның көкірегін ұялаған. Оны екінші сөзбен айтқанда өнердің көкпары дейді. Міне сол көкпардың алдыңғы шебінде көкпарды тақымға басып, жаңа азға тік келе жатыр деп мен өзім теңегім келеді. Природа наделила Тоққожу Кажагулова необыкновенно острой наблюдательностью, зорким взглядом, эстетическим вкусом, природным талантом. Насколько важна роль такого преподавателя в учебном процессе? Выполняется задача преемственности поколений. Ведь педагог, мыслящий и мастерски владеющий кистью, настоящий подарок для пытливых студентов. Перед нами безгранично талантливая личность, творящая культурное наследие для потомков. Ведь недаром популярно всем известное изречение:
Творческая личность – достояние всего общества. В стремительно бегущей речке Токожа поймал красное яблоко. Оно представляет собой символические характеристики, ведущие его по жизни. Это целостность и единство, мудрость и знание. Безусловно, красное яблоко – это божественный дар, предназначенный ему свыше. Ул менің қызыл алмам.